Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай қарапайым духовкада пісетін картошка по-деревенски жасайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнамнан осындай қарапайым ингредиенттерді рецепттерін табасыздар. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Ең алдымен біз картопты дайындау үшін сыртын ашымаймыз. Барлығын осылай жақсылап тазалап жуып аламыз. Картоптың размерлары бірдей болуы қажет. Ол картоптарды осылай 4 бөлікке барлықтарын бөліп аласыздар. Түгелінің барлығының размері бірдей болса, түгелі бірдей болып піседі. Сондықтан бәрін бірдей қылып алуға тырысыңыздар. Кейін осыны тазалап алған турап алған картоптарымызды кастрөлімізге салып, үстінен су құйып, қайнатамыз. Яғни қайнағаннан кейін 3 минуттай пісіресіздер. Пісіріп алған картопымызды суынан төгіп, осылай ыдысқа салып аламыз да, дәмдеуіштерімізді саламыз. Бұл жерде мен паприка, куркума, бұрыш, тұз, сушеный чеснок салдым. Барлығын жақсылап тұрып, араластырып алдым. Бәрін дәмі сіңгенше. Содан кейін арнайы пергамент қағазы төселген противенге салып, барлығын тізіп шықтым, видеодағыдай етіп. Және оны духовкада 180 градуста жарты сағат пісіресіздер. Конвекция режимінде өте керемет, қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып жазылып кетуді ұмытпаңыздар.